По плану сегодняшнего дня негізі маманы кішкене қыдыртқызып қайтам ба деп едім. Киноға апарып, кішкене тамақтанып қайтамыз ба дедім. Болмай қалды. Кішкене таңертең ауырып тұрғаннан кейін қоймай больницаға апарып едім. Кішкене ұнамайтындай бір әңгімелер естіп қалдық. Соның үстіне мама да кішкене одан кейін үйге барам, мен үйде боламын. Барғым келіп тұрған жоқ деген. Үйге апардым. Басқа да шаруалармен шықтым. Енді қазір 21 ғасыр, мойымаймыз, емдеп шығамыз, және де мен барлық нәрсені істеймін. Ата-аналарыңыз аман болсын. Ата-аналарыңыздың бар кезінде қадірін біліңіздер, қадірлеңіздер. Ата-ана бірінші орында. Қалай Елдана? Шүкір, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, аман. Сен не жаңалық болып жатыр? Үміткерің қалай? Ой, үміткермен күшті болып отыр бізде. Ұнап отыр. Супер бәрі. Ортаға шыққанда айтамыз. Супер ма әлде? Но бар ма? Но бар, конечно, бірақ дегендей бар. Кеше ұрысып қалдық енді. Бір-бірімізді түсінбей қалдық. Достар, әдеттегідей свадебный көйлек маған жай пижамамен тегін ғой. Дым немес қой андай. Вау деген эмоция жоқ. Неге десеңіздер, мен лучше салонда жұмыс істеймін. Мына кісі маған екі қабаттарға арналған көйлек әкеліп берген, например, да. И қазір мен ренжіп қалдым оған. Оны ортаға шыққанда айтатын болған. Оны ортаға шыққанда айтам, сен үшін ара қатынаста ең маңызды нәрсе не? Ең маңызды нәрсе бір-бірлерін сыйлау білу. И ренжітпеу, самое главное ренжітпеу. Қыздар ренжітпеу. Иә, қыздың көңілін қарау ғой, главное сол. Сен үшін воу дейтін кездесу қандай болу керек? Воу дейтін кездесу, қалай айтсам болады, көңілден шығатын бар ғой, андай ресторанға барып, либо там ролик теуіп, кәдімгі эмоциямен жүретін жерлерін айтмаған. Роль бойынша мен екі қабат емес келінмін да. Бірақ мына кісінің арқасынан екі қабат келін боламын бүгін. Это сияды. Ма айтарыңыз жоқ па? Айтсам, Таусылдыңыз ба? желілеп қалдым.